Егер сіз қателік жібермесеңіз, онда сіз тым қарапайым мәселені шешіп жүрсіз, және бұл үлкен қателік. Басқалардың ертең ойлайтындарын сен бүгін жаса. Ешкім де сізден күшті емес, ешкім сізден ақылды емес, тек олар сізден ерте бастаған. Өмірде өтіріктің 3 түрі бар. Жай өтірік, көзіңізді бақырайтып қойып айтылатын бетсіздердің өтірігі, және статистика. Адамның айтқан сөзі ішкі жан дүниесінің сүзіліп шыққан айнасы. Бүкіл жауаптың бәрі өзіңде жатыр. Сен кітаптағы жазылғандардан көп білесің, бірақ оны еске түсіру үшін кітапты оқу керек. Өз-өзіңе қарауың керек, өзіңді тыңдауың керек және сенуің керек. Қателікті көзге шұқығанша түзеуге тырысайық. Адамның көзін құрту үшін көп нәрсе керек емес. Оның айналысып жүрген ісін көзге ілмей қойсаң болғаны. Өмірге риза адамдарға ғана өмір қызық. Сіз тыныс алғанда тек демаласыз, ал жақсы көргенде өмір сүресіз. Егер әрдайым асығып жүрсеңіз, бір кереметті өткізіп алуыңыз мүмкін. Ештеңені жүрекке жақын қабылдамаңыз, жақын қабылдасаңыз ауыр тиеді. Өмірдегі әр күніңізді шаттық, ләззат, бақыт деп біліңіз. Өмірдің мәні айналаңызға қызмет етіп, көмек көрсету екенін ұмытпаңыз. Өзінің ішкі сарайына көз жүгірте білетін әрбір адам психологияның дап-дайын тұрған дәрісі. Жан сыры деп жазылған психология деген пән. Егер мақсатың болмаса, түк те тындыра алмайсың. Ал мақсатың мардымсыз болса, ешқандай көрнекті нәрсе тыңдырмайсың. Өміріңде кездескен кез келген адамды, немесе бағалы затты, басқа ешкім еш нәрсе оның орнын баса алмайды деп қарама. Осы көзқараста мықты болсаң, болашақта асылыңнан айырылып қалсаң да сабырлы бола аласың. Өмірде қате пікір болмайды. Тек біздің пікірімізбен сәйкес келмейтін пікірлер бар. Біздің өміріміздің екі жағы бар. Болған жайт және есіңе түсіргің келмейтін жайт. Өмір егер ащыны бермесе, тәттіні білер ме едік? Тәттіні бермесе, ащыны білер ме едік? Көркем кітап оқуға әуестігім азайып бара жатыр. Сондықтан осының өзі менің жан дүниеме келген жамандықтың белгісі ме деп қорқам. Әр іс-әрекеттің тууына түрткі болар себеп бар. Адамның әр қарекетінен оның жан дүниесінің сыры аңғарылады. Аңдысқан мына дүниеде біреуге біреу табашы. Өмір кеме, жүзем онда демеңіз, ізгіліктен жасалмаса кемеңіз. Ойын тойсыз өмір аялдайтын бекеті жоқ ұзақ жол сияқты. Дүниеде көбірек тұрғың келсе, өзіңді өзің бапта, кеткің келсе, былапытта. Ғұмырыңды ұзартқың келсе, тамақты тарта іш. Кім өмірді қадірлей білмесе, ол оған тұрмайды. Өмір бір-ақ рет беріледі, сондықтан неге оны пайдалы қылып өткізбеске? Адамның негізгі міндеті күнелту емес, өмір сүру. Терең су жай ағады, ақылды адамдар тыныш өмір сүреді. Өмір ұзақтығымен өлшенбейді, мазмұнымен өлшенеді. Жас кезде қателесуден қорықпалық. Қайта солардан сабақ алалық. Қартайғанша қателесумен өмір өткізуден сақтасын. Өмірді жақсы көру керек, ең ұсқынсыз формада болса да. Өмір ешқашан шешуі табылмас жұмбақ, ешкім шығара алмас қиын есеп.
Адамның бүкіл өмірі өзін өзі жұбату, өзін өзі алдау. Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытты болар. Бірі не болса соны жей бермей, азығына талғаммен қарайтын жан. Бірі кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы достарын жөнімен таңдай білетін адам. Өмір бойы сүйіп, махаббатыңды төккің келетін адамды да таңдай біл. Егер өмір туралы аз білсек, сонда өлім туралы біз не білеміз? Ақшаға сатып алуға болатын дүниелер өмірдің кереметтері емес. Жағдайдың өзгеруі мінезді де өзгертеді. Мінез дегеніміз моральдық әдеттердің жиынтығы. Мінез құлық әркім өзінің кейпін көрсететін айна. Дүниеде жалғыз қалған адам адамның өлгені. Адамдарды алдына қойған мақсатына қарай бағалау керек. Егер менің басыма ауыртпалық түскен болса, онда менің оған әлім келгені. Дарындылық ол өзіңе деген сенім. Егер барлық іске бірдей үлгергің келсе, онда өзіңді ғаламның 99%-нан бөліп тастауың қажет. Қате жібермегенің, өмірді толыққанды түсінбегенің. Болашаққа қарай жол жүргің келсе, өткеніңнен арылуың керек. Сен барлық затқа қол жеткізе аласың, егер ол саған шынымен қажет болса. Жастар істі кейінге қалдырмай, жанын салып жұмыс істеу керек. Олар маңдай термен тапқан ақшаны өзіне, яғни өзінің пайдалылығын арттыру үшін ғана жұмсаулары тиіс. Тәуекелшілдік өмірді жандандыра түседі. Дәл қазір қолыңызда өмірдің қиын қыстау кезеңіне төтеп беруге көмектесетін дүниенің барлығы бар. Мүмкін сен бұл әлемде бар болғаны жай адам шығарсың, бірақ біреулер үшін сен бар әлемге саналасың. Біреудің сізге көмек беруіне келіскеніңіз, ол сіздің берілгеніңізді білдірмейді. Сіздің бұл әлемде жалғыз емес екеніңізді білдіреді. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі контентті қолдай отырыңыз. Қарағаныңыз үшін көп рахмет, аман сау болыңыз.